Сәлем достар, бүгінгі видеода мен өзімнің ұлыларымды немен тамақтандыратынымды сендерге көрсететін боламын. Мен өз ұлыларыма морковь, сәбіз, салат, капуста, ақ капуста және патиссон. Патиссон дегеніміз ол міне осы. Сосын оның үстіне кальций себеміз. Менің ұлыларыма әсіресе сәбіз және де салат ұнайды. Бірақ мен оларды кішкентай кезінде көп қиярмен тамақтандырдым. Сондықтан қияр қанша берсем де олар жей береді. Міне бұл менің барлық ұлыларым. Қазір біз оларға тамақтандырамыз. Сәбіз, ақ капуста, салат. Сосын үстіне кальций себеміз. Ал енді басқа ұлылар. Бұл ұлылар ең үлкендері. Сәбіз, тағы да ақ капуста және салат. Кальций. Барын осы қоямыз. Хе-хе-хе. Менде басқа контейнер табылған жоқ. Сосын осыған салдым. Менде бұнда екі ұл отырады. Олар кешегі сәбізін жемеген. Тұра берсін. Сосын олардың үстіне кальций себіп береміз. Енді ең кішкентай ақ ұлылар. Ақ ұлыларым менің өсіп қалған. Соңғы видеоға қарасаңыздар, айырмашылықтар бар. Ақшылар қара сияқты. Түстері басқа. Оларға да жаңалғыр сияқты. Сәбіз, салат, ақ капуста. Ақ капуста кішкене жасыл өсіп кеткен. Ничего. Сосын кальций себеміз. Енді астың этажы. Бұда барлығы тығып қалған. Жылу немесе салқын істеген. Бұларға да жаңағыдай біз сәбіз, салат, капуста соларды беріп үстіне қияр, сосын үстіне кальций себеміз. Бұл менің үлкен ұлыларым, бұл менің орташа мен кішкентай ұлыларым. Бұлардың барлығын тамақтандырдық. Менде 6 үй бар, 6-ауында 14 ұлу тұрады. Ал енді оларды жинастырып қояды. Мен патиссон салуға ұмытып кетіппін.